Өлі тірі кәдесі жасалмаса не болады? Өлі тірі кәдесінен ұзатылатын қыз дәм татпайды. 2 жас үйленгенде жасалынатын қазақы дәстүрлердің ішіндегі ең маңыздысының бірі өлі тірі дәстүрі. Өлі раз болмай тірі баймай деген қазақтың мақалына сүйенсек, ең алдымен әруақтарды риза ету, соларға құран баштап, тірі адам тіршілігін жалғастыру үшін жасалынатын ғұрып. Ежелде халқымыздың салты бойынша қызға құда түскен жақ құдалыққа келгенде өлі тіріге арналған малын қоса ала келеді. Ол қой болғаны дұрыс. Әрі семіз, әрі жас мал болса, еті жұмсақ және дәмді болады. Жиналған қауым ризашылықпен ауыз тиіп, оң батасын береді. Негізінен, мұсылмандық қағидалар бойынша дәмдәс беруде үлкен сауаптардың біріне жататындығын ескерген жөн. Сонымен қатар, құдаларының әкелгені көңілге қонымды болса, қыздың ата-анасының, туған туыстарының мәртебесі көтеріліп, ел алдында бір марқайып қалатыны тағы бар. Қызының жөн білетін, өсіп өнген жерге барғандығына іштей қуанады. Ата-ана үшін ең маңыздысы бұл қызының бақыты. Ал қызының бақытты болуы оның ата-енесіне де байланысты екенін үлкендер жақсы біледі. Қазақта жақсы жерге түскен келін келін, жаман жерге түскен келсап, жібекті тұта алмаған жүн етеді, келінді күте алмаған күң етеді деген сөз бар. Мұнда келіннің жақсы болып қалыптасуы оның ата-енесіне байланысты екендігі тауып айтылған. Яғни, үлгілі келін жақсы ененің тәрбиесінің нәтижесі деуге әбден болады. Сондықтан, ата-ененің алғашқы қадамдары жаңа түскен келінге үлгі, әрі тәрбие. Өзі бір үйдің босағасын аттап отырғанда оған жасалынған құрмет, жалпы ілтипат келіннің алғашқы отбасылық тіршілігіне деген қызығушылығын арттырады. Жаңа туыстарына жақындастыра түседі. Үлкендердің құдалық рәсімі шын көңілден, үлкен махаббатпен орындалған абзал. Оның ішінде жоғарыда айтып өткеніміздей, өлі тірі рәсімі де өз деңгейінде жасалғаны дұрыс. Себебі, өлі тіріге әкелінген малдың етінен ағайын туыс, жора жолдас, көрші қолаң түгел ауыз тиеді. Тұрмысқа шыққан қыздың бақилық дүниеге өткен ата-бабаларына, туыстарына арналып құран бағышталады. Яғни, бұл дәмге өлі де, тіріде разы болсын деген ниетпен жасалынатын өлі тірі рәсімі көпшілікке арналатын құдай садақа. Сойылған малдың еті түгелімен асылады. Бұл малдың етінен ұзатылатын қыз ауыз тимеу керек. Қазақта барар үйінің босағасын аттамай тұрып, оның дәмін татса, кездейсоқ кедергілер кездесіп, ол жақтың дәм түсі бұйырмай қалуы мүмкін деген ырым да бар. Сонымен қоса, халқымызда өлі тірісі берілмеген қыз аурушаң болады деген ырым кездеседі. Сондықтан, талай ғасырдан бері өміршеңдігін жоғалтпаған бұл рәсімнің орындалғаны жөн. Өлі есіркемей тірі баймайды деген халық даналығы осындай айтылса керекті. Кей жағдайда құдалар алыс жолдан келеді. Мұндайда мала келу қиыншылық туғызатын болса, құдалар өлі тіріге кететін қаражатты атап береді. Ал құдалар ол ақшаға аталатын кәдені жасауға міндетті. Өлі тірі деген сөз қосылып жазылғанымен, мазмұны өлі, тірі. Бұл арадағы өлі мен тірінің айтылуы. Алдағы құдалық баянды болу үшін, екі жақ өлі мен тірінің алдында ант етеміз дегенді ұғындырады. Сондықтан да өлі тіріге әкелінген мал осы уәдеге бола атап сойылады. Бұны қыз үй соймайды, бөгде біреу алып сояды. Мұнда да мән бар. Өйткені, екі жақтың ант үшін таңда махшарда куә керек. Сонда тырп ете алмайтын заңды болады. Өлтірі өтіп болған соң екі жақ бір-бірін құдағи дей беруге құқылы. Кейінгі кездері өлі тіріні қызды ұзатпай, оны алып қашып кеткенде қыздың тірі екендігінен хабар беру үшін, хабаршылар келгенде алып келетін өлі тірі мал салт деп түсіндіретіндер көп. Бірақ, дәстүр бойынша кешірімшілер алып келетін қой, бұл болашақ құдаларға арнап алып келген сый-сияпат, ашуын қайтару ретінде үрдіс. Егер қызды алып қашып үйленетін жағдай болса, құдалық жоралғысын жасаған кезде арнайы өлі тірі үшін қой алып келу міндетті. Мұны қазір көп жерде орындамайды. Ал салтты дұрыс орындамау, қазақылығымызды мойындамау деп түсінемін өз басым. Сондықтан, өлі мен тірінің разылығын алу, жастардың отбасылық өмірінде бақытты өмір сүру үшін жасалынатын ең басты салтымыз екенін ұмытпағанымыз жөн. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.